Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, біз мына жерге басамыз, телефонға басқаннан кейін мына жерде біз контакты дегенге кіреміз. Одан кейін міне мына жерде біз мысалы Каспийді көрейік. Мысалы Каспий маған звондап жатады ғой, типа осындай бір акция деген сияқты. Сонда мен үстіне басам, мына жерге басам. Одан кейін изменить деген бар. Измениттен кейін развернуть деймін. Ол дегенін ең астына салып тастап, күшті мелодия звонка қараңыздар. Каспий маған звондап жатса, банасы бір акция бар, анау мынау деген сияқты. Әрине YouTube Каспий звондамайды, бірақ сақ болыңыздар, мошенниктер. Просто мысал ретінде Каспий емес, мысалы там досыңыз, туысқаныңыз, анаңыз, папаңыз, әжеңіз, атаңыз, кез келген адам звондағанда сіз оның арнайы звоногын өзгерте аласыз. Мына мелодия деген сияқты мелодия звонка, мысалы, допустим, пусть Каспий емес, мама, потому что банктер звондамайды, акция бар, анау мынау, сақ болыңыздар. Банктер ол приложениеға, инстаграмға, әлеуметтік желіге салады, қорқынышты да сөйтіп. Анаңыз, мысалы, мен мамам соғып отыр, мелодия звонкаға кіремін. Міне, мысалы, міне. Енді қараңыз, енді уже мама маған звондап жатқанда маған осы өлең шығады уже. Уже білемін, мама соғып отыр ғой деп. Потому что мына музыка шығып жатыр күшті. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз, өтініш. Мен сіздерге көмегім тиді деген ойдамын.